Аяз би, катарсис, кедей болуға мүмкіндік жоқ. Ақшаң болса аялайтын, ақшаң болмаса аямайтын алып шаһар Алматыда, тағдырдың таяғымен, бәлкім өз аяғыммен далада қалдым. Барар жер, басар тауым болғанмен күнімді кісіге қаратып, туған туыс, дос-жаранның есігін қаққанға намысым жібермеді. Ал ауыл баласы үшін туған жеріне құр алақан бару, аңға шығып, олжасыз оралған аңшының жағдайымен пара-пар. Көңіл шіркін осыдан бірер сағат бұрын пәтерақы төлей алмай, босатып берген үйімнің ауласынан алысқа ұзағысы келмейді. Қас қарайған сәтте қандай шешім қабылдарымды білмей, ойым сан жаққа жүгіріп отырғанмын. Бір мезетте мазалай бермеш, онсыз да шаршап жүрмін деп бір қыз қатарласа отыра кетті. Ол телефонмен сөйлесіп болғанша көзбен сүзіп, сымбатына тамсанып үлгердім де, Алматы кімді болмасын шаршатады деп, жаныма жайғасқан аруды сөзге тарттым. Менікі хроникалық шаршау. Қандай? Өмір бойы шаршап жүретін адамдар деді де, бұл дертке көбіне жетістіктің соңынан жүгірген қалалықтар шалдығады екен. Адам ағзасында ешқандай ақау болмаса да, арман мақсаттарын жүзеге асыра алмағандықтан өзін жайсыз сезінеді. Бүгін осы туралы деректі фильм көріп, өзімнің диагнозымды анықтағандай болдым деп, түк түсінбегенімді сезгендей түсіндіре кетуді жөн көрді. Неде болса менің проблемамды сізге бермесін. Өмірден түңіліп кетер едіңіз дедім, бейтаныс қызға астарлап, қиын жағдайда екенімді айта кетуді жөн көрдім. Ол болса менің қайғыма бас ауыртқысы келмейтінін аңғартып, сіз бен біздің проблемамыздың формасы басқа болғанымен, бір деңгейде уайымдаймыз. Дұрыс емес пе деп менің жауабымды күтпей, алайда ер адамға өмірден өз орнын табу қиын, я? Әйел адамның орны ас үй, өмірге ұрпақ әкелу. Бірақ қазір заман басқа. Әйелдердің де тауқыметі аз емес деп сөзін аяқтады. Тақырыптан ауытқып, есіміңіз кім болады? Мерей деп жылы шырай танытқан қызбен танысып алуды жөн көрдім. Сая, деді ізетпен қолымды алып. Менің Мерей деген сіңілім бар деп, қызға тән қылық танытып, жымиып қойды. Сәл езу тартып, олай болса, менің әпкем болыңыз дегенім сол еді. Әпкеңіз болуға қарсы емеспін, бірақ түріңізге қарасам, менен кемі 2 жасқа үлкен сияқтысыз. Таныса келе мен емес, керісінше, Сая менен 2 жасқа үлкен болып шықты. Сая 25-те болғанмен, өз жасынан жас көрінетін жасыра алмай, мен сізді студент екен десем. Студент? Алматыға ұлы мақсатпен келіп, ол мақсатымызды ұмытқалы қашан. Терең күрсініп, студенттер бақытты халық. Ертең емтихан деп қобалжып, ішерге аш жоқ деп жатақханада ашыққан күндері қаншама жанға арман. Тіпті біреулер үшін мүлдем орындалмас арман деп зілді дауыспен үн қатты да, бізге студент атану бақыты бұйырмапты деді. Бұл айтқандарынан өкініштің сарыны анық байқалып тұр. Оқысаңыз әлі де, менің сөзімнің соңын күтпей, иә, деді ауыр күрсініп. Оқымай қалғаныма еш өкінбеймін. Әр нәрсенің қайтымы бар. Сондықтан сізге де көп уайымдай бермеңіз дегені сол еді. Саяның телефоны шырылдап қоя берді. Келдім, деді де орнынан тұрып кетуге ыңғайланды. Қоштасар сәтте Саяның телефон номерін алып, ертеңгі кешкі асқа шақырдым. Хабарласып, уақытын айтарсыз деп жылы қоштасып, подъезге кіріп кетті. Бір аулада тұрсақ та бұрын соңды бұл қызды көрмеппін. Сая кетісімен қызды қонақ қылмақ түгілі, қонатын жер таппай тұрып, кездесуге шақырғаныма өкініп қалдым. Бірақ жүрек құрғырдың қылықты қызға назар ауып, қалтамның тесіктігіне қарайтын түрі жоқ. Ұятта болса сыныптасым әрі досым Ерланға қоңырау шалып, қарызға ақша сұрауға бекіндім. Сөзімді жерде қалдырмай, бұйым-тайымды өзі әкеліп беретін болды. Ерлан 1 сағатта келем десе, кемі 2 сағаттан кейін келеді. Міне келе жатырмын, жетіп қалдым деп, кісіні күттіріп қою қанына сіңген әдет. Келген күннің өзінде кемі 2 қап ақылын арқалай келеді. Әр кездескен сайын жеке өміріңе араласып, ақыл айтпаса көңілі көншімейтін жан. Сол себепті жайшылықта Ерланнан алыс жүруге тырысамын. Бала күннен жұлдызымыз қарсы.
Бекер обалға не, қолы ашық. Бір қарызыңды төлемей жатып, тағы қарыз сұрасаң, ақшасы болса, бетіңді қайтармайды. Досымның қазір келемі ұзаққа созылатынын білгендіктен отыра бермей жүріп қайтуды жөн көрдім. Қайта-қайта ауланы бір айналып шығып, сая кіріп кеткен подъезге телміремін. Телмірген сайын саяның студенттер бақытты халық дегені ойыма орала берді. Бір заманда сол бақытты халықтың қатарынан қалай шығып қалып едім. Университет табалдырығын аттағаныма бір ай өтпей жатып, әлімжеттік басталып кеткенді. Жатақханада маза жоқ. Ауылда артыңнан теуіп арақ пен темекіге жұмсайтын тайсындар қалада да бар екенін кім біліпті. Туған жердің мәдениетті қайыршылары сұрағанын алғанына мәз болса, бұлар ынсапсыз. Қолыңдағы жылтырдың бәріне жармасып, қалтаңдағы соңғы тиыныңа дейін қағып алуға дайын қаныпезерлер. Топ болып бірігіп алған тобырға қарсы тұрар қайрат жоқ. Құзырлы органға хабарласу дала баласына жат. Жігіттігіне орасан нұсқан келеді. Ақырында жатақхананы тастап, жылғабақ танытқан туысымның үйіне көшіп барғанмын. Бірақ үйін паналатқан ағайынның әр ісіңнен мін іздеп, түртпектеген сөздері оқу орнындағы жоғары курстың балаларының соққысынан ауыр тиетін. Әдетте қалалықтар ауылдан келген туысының көңіліне қарап, біздің үйде тұрмайсың деп ашып айтуға ыңғайсызданады. Тек іс әрекетімен белгі береді. Мұндай қадамға жақынын жек көретіндіктен бармайды. Шаһардағы күнкөріс мәжбүрлейді. Бір сөзбен айтқанда, өз отбасының тауқыметімен қоса, туысқанның тауқыметін арқалауға дайын емес. Сырттан келген тамыры сол ишараны дер кезінде түсініп, түтінін бөлек түтетуі тиіс. Әйтпесе, бұл істің арты үлкен жанжалға ұласуы әбден мүмкін. Сондай-ақ, үйін паналатқан жанашырына алғыс ретінде туысқаны сөз тасып, ұсақ-түйек кемшіліктерін жұртқа жария қылып кететіні тағы бар. Менің де осы үрдіске сай ағайынның үйінен кетіп, өзім сияқты бейбақтармен бірге пәтер жалдап тұруыма тура келген. Алып шаһардағы нағыз өмір мен үшін осы сәттен бастау алады. Үйден жіберген ақшаны пәтерге төлесең, тамаққа, жолға ақша жоқ. Дер кезінде қосымша жұмыс табуың мұң. Студенттерді ешкім жұмысқа алғысы келмейді. Оның үстіне қорқақтықтан сабаққа бір барып, бір бармаймын. Ешкім тиіспеген күннің өзінде көрсе қызарлықпен түсе салған оқуыңды оқуға құлшынысың да шамалы. Олай болмаса күнде кешкісін жатарда өзім оқитын мекеменің өртеніп кетуін тілемес едім-ау. Ақыр соңында оқудан қуылдым. Ауылға қайтқым келмей Кесе-Көлденен кездескен жұмысқа орналасып, Алматыда қалып қойғанмын. Оқимын деген арманым орта жолда осылай опат болып еді. Не де болса сая айтқан-ақ, әр нәрсенің қайтымы бар. Бостан-бос табан тоздырмай оқуды тастап кеткенімде жөн болған шығар. Оқығандардың да бітіріп жатқаны шамалы. Қолында дипломы бола тұра, қара жұмыста сенделіп жүргендер көп. Олар уақытын бос өткізген болып тұр. Оқу оқымай, уақыт үнемдеген аралықта өзім не істеппін? Күн жылы болғанмен, көктемдегі түннің салқыны бойымнан өтіп барады. Сағат 12-ге таяу қалса да, Ерланның қарасы көрінер емес. Қоңырау шалу негізсіз. Әдеттегідей, міне, жетіп қалдым деп қатырады. Тағатсызданған көңілге жұбаныш сыйлап, автокөліктің жарығы көзіме шағылысты. Ерлан екен. Көліктен түсе сала, мынау далада жүр ғой, адам деген үйде ет асып күтіп отырмай ма деп амандаса салып қолымды қысып жіберді. Ауырсынып ирелеңдеп кеттім. Ес білгелі қара жұмыс деп, қатпар-қатпар болып қатып қалған қолға қарсыласатын менің шамам жоқ. Қол алысқан сайын өзінің маған қарағанда қарулы екенін сездіріп қоймаса болмайды. Жұмыстан енді шыққанын айтып, кешігуінің себебін түсіндірді. Ерлан демалыссыз жұмыс істейді. Ара-тұра болмаса демалысы аз. Бірден іске көшіп бұйым-тайымды сұрадым. Ол болса, мені ақша керек кезде ғана іздейсің-ау деді күліп. Кешкі ас ішпедім. Жүрсеңші үйге кіріп шай ішіп алайық деді. Үйде қонақтар бар деп өтірік айттым. Ерлан үйсіз қалғанды естісе, ақылын лек-легімен төгіп жүйкемді жұқартып жіберетін анық.
Менің қазіргі жағдайым оған ақыл айтуға таптырмас мүмкіндік. Ішіне сөз сыймай, үйсіз қалғанымды ауылдықтардың біріне айтып қойса біттім. Желдей ескен сөз әкеме жетеді. Әкем айғайға басып ауылға қайтарады. Ауыл мен үшін қар ауылы жоқ абақты. Аш құрсақ жүрсем де өзімді Алматыда бақытты сезінемін. Сол себепті үйсіз күйсіз жүргенімді білмегені жөн. Мыжыма досым үйде кім бар екен тергеп білгісі келген сұрағына дос баланың нағашы туыстары келген деп сөзіме сендіргендей болдым. Менімен бірге тұрып жатқан бейбақтың өзі нағашыларын жағалап кеткенін қайдан білсін. Ерлан оны танығанмен араласпайды. Енді екеуінің кездесіп қалуы да екіталай. Кездескен күннің өзінде пәлен күні нағашыларын келгені рас па деп бір-бірінен есеп алысып жатпас. Ерлан үзіліп қалған диалогты қайта жалғап: «Не болды, жұмыс таптың ба?» «Бүгін бір жерге сөйлесіп кеттім, ертең хабарласады» дедім. Тағы өтірік айтып әрекетсіз емес екенімді көрсеткім келді. 2 айдан бері хабарласса хабарласатын еді ғой. Жұмыс бар, өзің ғой істемей жүрген. Алдынан бері істесең, осы уақытта ақшаңды алатын едің. Ерлан, айта бермеш, мен құрылыс істемеймін, құрылыс менікі емес. Енді қазір жұмысты сен таңдамайсың, жұмыс сені таңдайды. Досымның жүзіне жаңағы күлкі жоғалып қабағы түйілді. Сәл үнсіз отырып: «Құрылыс істемесең неге Мақсаттың жанына кіріп алмайсың?» Мақсат бізден 1 жас үлкен ауылдас. Қалаға келгелі кәсібі күзетші. Алматыда ол күзетпеген кафе, ресторан, түнгі клуб кемде-кем. Білдей бір журналист бола тұра мейрамхана күзетіп жүргенімді көрген таныстар не ойлайды? Есің дұрыс па? Сен ыдыс шу, сонда ешкімнің көзіне түспейсің. Екеуміз де күліп жібердік. Ерлан лезде күлкісін тыйып: «Қазір дұрыс жерге жұмысқа орналасу қиын. Оның үстіне сенің не танысың, қолда дипломың жоқ. Мақала жазып баюға болатын болса, баяғыда-ақ байып кетер едің. Ой, беретініңді бер де кетші, сенен ақыл емес, ақша сұраған сияқты едің» деп артық сөз тыңдағым келмейтінін ашық білдірдім. Тайғұлындай тебісіп өскендіктен бір-бірімізге еркін сөйлейміз. «Ол ақшаны не істейсің?» «Бір тірліктерге керек болып тұр. Бойдақ болғасын істейтін тірліктерің көп. Үйленсең мен сияқты бала шаға асыраудан басқа тірлігің болмас еді» деп сұраған сомамды қолыма ұстатты. Алғысымды айтып шығарып салдым. «Ерлан, қазір жұмысты сен таңдамайсың, жұмыс сені таңдайды» дегенімен өзі жұмыс іздемейді. Құрылыстың қыр-сырын жақсы білгендіктен әркез сұраныста. Бәлкім жолы болғыш. Ол қай жерге барып құрылыс істесе, сол үйдің көршісі немесе туысқаны құрылыс істеткісі келіп қалады. Таяқ лақтырсаң құрылысшыға тигенмен Ерланның босағанын айлап күтетіндер бар. Сан жылдан бері осылай жалғасып келеді. Өз арамызда мылжың болғанмен сырт кісілерге келгенде мінезі жайлы, артық сөзі жоқ. Мылжың деймін-ау. Негізі Ерлан есті сөзді көп айтады. Әр айтқаны жан жарасын тырнайтындықтан жақтырмаймын. Тістеп сөйлеп көп нәрсені түсіндіргісі келгенмен жан дүнием айлығы аз болса да редакцияны аңсайтынын қайдан білсін. 2 айдан бері сол айлығы аз, көңілімнің хошын келтіретін жұмысқа зар болып жүрмін. 3 жылдан бері ара-тұра жұмыссыз қалу мен үшін үйреншікті жағдай. Сары басылымның ашылуынан жабылуы тез. Қысқартуға ілініп кетуің де оңай. Бейнеті көп, сенімсіз жұмыс екенін білсем де, қоғам алдында журналист деген статусымды жоғалтқым келмейді. Қыстан аман шығып, көкке ілінген 4 түліктей 1 айлыққа ілініп алсаң болды. Әрі қарай өлмейсің. Қолға ақша түсісімен жақын маңдағы асханадан жеңіл-желпі ас ішіп, көңіліме жақпаса да хостелге келдім. Хостел батыс елдерінде 100 жыл бұрын пайда болған бизнестің түрі. Қонақ үйден артықшылығы бағасы арзан, кемшілігі 10 шақты адаммен бірге бір бөлмеде түнеуіңе тура келеді. Жылы төсекке жайғаса сала, саямен ертеңгі кездесуді уайымдаумен болдым. Бүгін таныса салған қыз бар қайғымды ұмыттырып жіберген сияқты. Одан кейінгі жағдайымның қалай боларын ойлап жатқан мен жоқ. Түске таяу бүгіндікке хостелге хош айтысып есіктен шыға бере, Саяны кездестіріп қалып: «Сіз не істеп жүрсіз?» дедім таңғалысымды жасыра алмай. Ол абдырап қалып: «Сәлем, сіз не істеп жүрсіз?»
Мен де өзі сияқты сұраққа сұрақпен жауап беруді жөн көріп, хостелде не істеуші еді? Әрі қарай үнсіздік орнап, бір-бірімізді айтпай түсіністік. Ол да мен де осы жерде түнеп шыққан болып тұрмыз. Саяны орайы келіп қалғасын, кешкі ас емес, түскі асқа шақырдым. Қарсылық білдірмеді. Дастархан басына жайғаса сала, ел-жел сұрасып, анкеталық сұрақтармен алмастық. 2 айдан бері редакцияның бетін көрмесем де, міз бақпай өзімді журналист деп таныстырдым. Сұрамаса да хостелде түнеуімнің себебін бір пәтерден басқа пәтерге көшуіммен байланыстырдым. Сая айтуынша даяшы, сатушы сияқты қызметтер атқарыпты, бірақ қазір жұмыссыз. Сөз арасында кеше құрбымның үйіне бір жұмыстармен барғанмын деп көз алдымда подъезге кіріп кетіп, хостелде төбе көрсетуінің себебін түсіндіре кетті. Жай күйіміз ұқсас болғандықтан екеумізге де ортақ тақырып қозғағым келіп, жайшылықта бәрі дос, басыңа іс түссе бәрі теріс айналып кетеді я дедім. Баяғыда Сократтан бір кісі, әйеліңнің адам төзгісіз мінезіне қалай шыдайсың деп сұрапты. Сократ, мен оған үйреніп кеткенмін. Бар болғаны, оның ерсі мінезі дөңгелектің сықырындай естіледі. Сен қаздың қарқылына қалай шыдайсың деп қарсы сұрақ қояды. Сұрақ қойған кісі, қаз қарқылдағанмен мен оның жұмыртқасымен балапанын алам ғой, дейді. Ұлы ойшыл, ал менің әйелім маған бала туып береді деген екен, деді мырс ете қалып. Мен де бұрын солай ойлайтынмын. Негізі айналамыздағы адамдардың жақсылығын байқай алмаймыз. Байқағымыз да келмейді деп сөзін аяқтады. Сая мені қостай жөнелмей сөзіме қарсы шықты. Күтпеген қарсылыққа тап болып, жасаған жақсылығыңды ұмытып кететіндер жаман, дедім. Сіз жасаған жақсылығыңыздың қайтымын күтпеңіз, сонда көңіліңіз тоқ жүреді деп тағы қарсылық көрсетті. Өз басым сыйға сый болғанын қалаймын. Жақсылықты түсінбейтін жандардан алыс жүремін, дедім зілді дауыспен. Жақсылық жасау, жасамау сіздің еркіңіздегі дүние. Сізді ешкім мәжбүрлей алмайды ғой. Көп жағдайда адамдар қоғам алдында қадірін арттыру үшін қайырымды іс істеп, кейіннен өз ойлағандай қайтымын ала алмай күйзеліске түседі. Әлбетте, қайырымсыз жандар да жоқ емес деп, сөз соңында менің сөзімнің жаны бар екенін растады. Ол Сократты айтса, мен Абайды айтып, білімсіз емес екенімді көрсеткім келіп, бірақ сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінде қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деп, Абай бекер айтпаса керек, солай дегенде ерінді тістеп, басымды изедім де, ешкімге сенуге болмайды, бәрі өз пайдасын ойлайды деп, ауыр күрсіндім. Енді өз пайдасын ойламағанда кімнің пайдасын ойлайды? Адам болмысынан аз беріп, көп алғысы келеді. Бергенге 5 көп, алғанға 6 аз болатын содан емес пе? Барлығы біздің ығымызға жығыла беруге міндетті емес шығар деп, менің айтқанымды жоққа шығарды. Бұл сөздерден кейін өзімді жайсыз сезініп, қып-қызыл боп кеттім. Расымен, айналамдағылар не себепті менің пайдамды ойлау керек? Құдды бір олар үшін күйіп-пісіп жүрсем бір сәрі. Сыр алдырмай тағы не айтасың дегендей, Саяға тесіле қарадым. Қазіргі айтқандар маған ауыр тигенін іші сезгендей. Қазіргі қоғам емес, адамдар баяғыдан ксенофобиямен ауырады. Бірақ өзің ойлап қараш, пәлен сатып кетеді, пәлен өлсең аузыңа су тамызбайды, пәленнің дым ішінде деп, әркімнен бір күдіктеніп өмір сүру. Жоқ жерден өзіңе дұшпан тауып алу. Түсіне алмаймын деп көтерілген тақырыпқа терең бойлап түсіндіруге тырысты. Мен еріксіз күліп жібердім. Себебі жүрегімнің түкпірінде не жатқанын бетіме басып айтып тастағандай болды. Ойлап қарасам, кіммен аралассам да күдіктенумен жүреді екенмін. Әркез бір бармағым бүгулі, ешкімге сенбегендіктен не сырлас, не мұңдасым жоқ. Адамдар арасында өмір сүрсем де жалғызбын. Мұндай күйге түсуіме не себеп? Мені ешкім түсінгісі келмейді. Қарымтасына мен де ешкімді түсінгім келмейді. Бар болғаны сол, басқа ештеңе емес. Түсіне алмаймын деп шала бүлінгенге қарағанда, Сая да мен сияқты жалғыздықта ғұмыр кешіп жатқан біреу ғой деген оймен, Сая, сізді түсінетін сырлас досыңыз бар ма?
Сіздің сырласыңыз болуға қарсы емес едім деп, оған деген сәл де болса көңілімнің бар екенін білдіртпек болған ниетіме ол өзін түсінбеген адамды кім түсінеді деп қысқа қайырды да, ғалымдар бір итті толықтай айнамен қапталған бөлмеге қамап қояды. Айнадан өзінің бейнесін көрген жануар абалап үріп, ақырында талықсып өліп қалған екен. Өмір айна. Адам бөлмеге қамалған ит сияқты өз ойымен алысады. Бізді түсінетін де, түсінбейтін де құдірет санамызда. Өзімізді түсіне алсақ, өзгелер бізді оңай түсінер еді деп, менің ықыласыма мүлдем басқаша жауап берді. Өз ойымдағы жауапты ала алмағандықтан назданып, сен өзіңді тым ақылды санайды екенсің деп, сізден сенге өтіп, еркін сөйлеспек болдым. Сіз солай ойлайсыз, мен сіздің ойыңызға жауап бере алмаймын, деді де сәл езу тартты. Күлкісімен сөз таластырғысы келмейтінін аңғартып тұр. Бірақ солай ой қалыптастыруға мүмкіндік берген өзіңіз емес пе деп мырс ете қалдым. Үнсіздік келісімнің белгісі деп үндемеді ме, әлде үндемеген үйдей пәледен құтылады деді ме, ол жағы белгісіз. Әйтеуір үнсіз қалды. Не де болса бағанадан бері жақ аштырмай арбасып отырған қу қызды сөзбен шыққандай болдым. Ішкен асымыздың ақысын төлейтін сәт келді. Қарсыласқаныма қарамай, сая дастархан құнының жартысын өзі төледі. Бұл жағдайға қатты ыңғайсызданып, ойым сан жаққа жүгірді. Сыйға сый деген сөзіммен танса салған қызды ренжітіп алдым ба деп уайымдаумен болдым. Саяда бастапқыдай емес, жүзі салқын. Ақырында көңілге тыныштық бермей тұрған сұрақтың жауабын білмек болып, сізден ұялып отырмын. Өзім түстенуге шақырып, жартысын сізге төледіп, сізді ренжітіп алдым ба? Түріңізге қарасам, маған ренжіп қалған сияқтысыз деп, сұрақты төтесінен қойып, жауап күттім. Ол болса шек сілесі қатқанша күліп, баяғыда бір кісі қыстың күні балтасын жоғалтып алыпты. Кінәлі біреу болу керек демекші, жоғалған мүлкін көршісінен көреді. Бірақ көзбен көріп, ұрлық үстінде ұстап алмағасын көршісіне ештеңе деп айта алмайды. Дегенмен көршісі кездесіп қалғанда ұялатындай көрінеді. Істеген опасыздық үшін ұялып жүрау деп пайымдайды. Көп ұзамай күн жылынып көктем шығады. Жоғалған балтасы қар астынан табылып, көршісін жазықсыз кінәлаған үшін қатты ұялады. Бар мәселе мұнымен бітпейді. Көршісі көрген сайын, сен маған жала жапқансың деп айтып салатындай күй кешкен екен, деді де, сіз де солай сияқты өз ойыңызбен алысып отырсыз-ау. Мен жай ғана ешкімге қарыздар болғым келмейді. Сол себепті олай ойламаңыз. Қайта түскі асқа шақырған көңіліңізге рахмет деп тағы күлді. Саяның жүзінен риясыз күлкіні байқап, қыздардың бәрі сен сияқты болса деп әзілдеп, езу тартқаным сол еді. Қыздардың бәрі мен сияқты болса, сен баяғыда байып кетер едің-ау. Тапқаныңның бәрін кездескен қызды қонақ қылып құртасың-ау деп саяда қалыс қалмай қағыта сөйледі. Мен қызарақтап, сіз деп отыр едің, күле-күле сендей бастадың ғой деп әңгімені одан әрмен жандандыра түстім. Ол күлкісін тыя алмай, сіз деп сызылғанша, сен деп сыйласа берейікші, Мерей. Шыныңды айтшы, бір айда қыздарды шайға шақырып қанша шығынға батасың? Ғұмырымда сенен басқа ешқандай қызды шайға шақырып көрмеппін. Сенде шығындалуға мүмкіндік бермей, ішкен асыңды өзің төлеп тастадың деп күлкім келсе де, салмақты кейіппен жауап бердім. Қоймадың-ау, кешкі ас алып берерсің онда деп күліп, кешкісін тағы кездесуге қарсы емес екенін білдірді. Асханадан шыға сала кешкісін кездесуге уәделесіп, екі жаққа кеттік. Бар қайғымды ұмытып, кешкі кездесудің қамына кірісіп кеттім. Ноутбук мен үшін балықшының қармағы. Қолда бар құралымнан айырылсам күнім қараң. Бірақ елпеңдеген көңіл еркіме көнбей, асыл қазынамды ломбардқа өткізіп тынды. Ломбард, қолдағы бұйымыңды бүгін сенен 5 теңгеге сатып алып, ертесінде еш ұялмастан 10 теңгеге өзіңе қайта сататын заңдастырылған дүкен. Ешкім мәжбүрлемейді, өз еркіңмен келісесің әрине. Ақшаны қалтаға басып, кеш батуын тағатсыздана күттім. Бүгінгі кешті саямен өткізсем кенет ғажайып орнап, өмірім әрлене түсетін сыңайлы. Бейне бір емтиханға дайындалғандай, не жайында сөйлесерімді ойластырдым.
Ол үшін екеуара қандай сұхбат құрғанымызды еске түсіруіме тура келді. Оның әр айтқаны жадымда сақталғанмен, бірақ ешкімге қарыздар болғым келмейді деген сөзіне қайта-қайта тоқталумен болдым. Бұл ойдан кейін Ерланға қарыз екенімді ескеріп, алған ақшамды қайтарып беруді жөн көрдім. Әрі кешке дейін уақыт өткізу керек. Досымды іздеп жұмысына келдім. Құрылысшы болғандықтан шаң-шаң болып, қызу жұмыс үстінде екен. Қандай мәселемен келгенімнен хабардар болып, мәс саған ес кіріпті. Қарызды сұратпай қайтаратындай түлен түртті ме? Ши емес, ағаш сындыру керек қой деп Ерлан жерде жатқан жұқа тақтайды тізесіне бір ұрып сындырып тастады. Бұл қылығына еріксіз езу тартып, мен сен сияқты емеспін ғой, сен ғой қарыз алсаң 40 жылсыз қайтармайтын деп, тек мен емес, ол да менен қарыз алса қайтармай созып жүріп алатын еске салдым. Ерлан да мен де бір-бірімізді жолда тастамағанмен, қарыз алсақ уақытында қайтаруымыз мұң. Кейде еркелеп, әдейі істесек, кейде тұрмыстағы қалыптасқан жағдай мәжбүрлейді. Қалаға келгелі араласатын ортамыз бөлек болса да, басыма іс түссе бірінші болып Ерлан келетінін білсем, ол да менің қандай жағдайда болмасын, қарымта ықылас қайтара алатынымды жақсы біледі. Сол себепті сырт көзге ара қатынасымыз мысық пен тышқан сияқты көрінгенмен, ұсақ-түйек кемшіліктерімізге көз жұма қараймыз. Әдеттегідей кездесе сала ұрыспай, осы жолы ашылып ұзақ әңгімелестік. Ол балалық шақтағы қызықтарымызды айтса, мен ішіме сыймай қайта-қайта Саяны тілге тиек етумен болдым. Әр сөзімнен құштарлықтың иісін байқаған досым, таңдаған тазға жолығат, жүре бермей осы қызға үйлен деп, қайткен күнде Саядан айырылмауыма кеңес берді. Бұл сөзден кейін әлі танып білмеген қызға құмарым арта түспесе кемім еді. Қас қарайып, кеш батысымен Ерланмен қоштасып, Саямен кездесуге тарттым. Ерланның айтқан кеңесімен қолыма гүлімді алып, уәделескен уақытта мейрамханаға келдім. Көп күттірмей Сая да келді. Өкінішке қарай күні бойы жұмыс іздеп таба алмапты. Соған қапаланса керек, жүзінде мұң бар. Тамаққа тәбетінің жоқтығын айтып, шайдан артық еш нәрсеге тапсырыс бермеді. Мен оны жігерлендіріп, әрі білімді екенімді көрсеткім келіп, жарық әлемге қол-аяқсыз туылған белгілі оратор, әрі жазушы Ник Вуйчичті білетін шығарсың. Оны бүкіл әлем біледі ғой, деді де, иә, ол мүгедек. Оған қарағанда біздің деніміз сау деп, менің не айтпақ болғанымды менен бұрын айтып тастады. Ник Вуйчичті мүгедек деп айтуға аузым бармайды. Оның жанында біз мүгедек сияқтымыз. Ол әлемге мүгедектігінің арқасында емес, қайтпас қайсарлығының арқасында танылды. Ол бір сөзінде, нәтиже шыққанша талпынуды тоқтатпаңыз. Ата-анам менің спикер болам деген арманыма сенбейтін. Мен оларға оратор болғым келетінін айтқанда, олар маған бухгалтерлік бойынша білім алу керектігін айтты. Мен ол салада оқи жүріп, өз арманымды жүзеге асырдым. Бірақ оратор ретінде мені бірінші мектеп шақырмай тұрып, 52 оқу орын менің ұсынысымды қабылдамаған болатын. 52 рет сәтсіздікке тап болдым. Мақсатыңыз болса, сәтсіздікке дайын болыңыз дейді. 52 рет ұмтылу. Біз өз ойлаған мақсатымызға қанша рет ұмтылдық екен? Кейде талпынбай жатып сағымыз сынады. Дамылсыз балталай берсең алып бәйтеректе құлайды. Таудай талап болса, талпына бергенге не жетсін деп, әңгіменің орайына қарай әйгілі мотиватордың мүгедектігіне емес, қайсарлығына баса мән бердім. Солай. Жак Фреско деген футуролог жылан мен тышқанды бір жәшікке қамап ортасын әйнекпен бөліп қояды. Осылай біраз уақыт эксперимент жүргізеді. Ашыққан жылан тышқанды жұтпақ болады, бірақ әйнекке соғылып қалады. Бауырмен жорғалаушы жыртқыш бұл әрекетін 12-13 рет қайталайды. Одан кейін тышқанға мән бермейді. Артынша зерттеуші ортадағы әйнекті алып тастайды, бірақ жылан жемтікті жұтуға мүлдем талпынбаған екен. Себебі жыланның миында қайта-қайта қайталанған сәтсіздіктен үрей пайда болған. Адам да сол сияқты. Мақсатына жетем деп ұмтылған сайын, дауыл соғып құлатып кете берсе, санада қорқыныш пайда болады. Ол үрейден арылу қиын деп, пессимистік көзқарасын жасырмады да, жұмыссыз жүрген жағдайымыздан жаһандық мәселе жасамай қойықшы.
Екі қолға бір күрек табылар деп бастапқыда емес, езуіне күлкі үйірілді. Бұл сөзден кейін кішкентай мәселені ұлғайтып жібергенімді түсініп, ыңғайсызданып қалдым. Менің қызарақтап, аузыма сөз түспей отырғанын байқап, «Мерей, көңіліңе рахмет» деді де сәл үнсіз отырып, «Мен үшін шығындалғаныңды қаламаймын, жеңіл-желпі тапсырыс бергенім де сол. Екеуміз бірігіп тәуліктік пәтер алсақ қайтеді? Бәрібір хостелге де сол ақша шығады емес пе?» деп жайлап қолымнан ұстады. Қыздан мынадай ұсынысты күтпегендіктен абдырап қалдым. Сая менің қолымнан ұстаса, мен қиялымда төспен төс түйістіріп үлгердім де, «Әрине болады. Дұрыс жағынан түсінерсің, кір-қоңымызды жуып, ыстық тамақ жасап ішетін едік. Үйдің тамағын ішпегелі қай заман» деп көзіне түскелі тұрған кекілін бір қайырып тастады. Кешкісін уәделескендей Сая екеуміз кешкі ас жасауға қажетті азық-түлік алып тәуліктік пәтерге беттедік. Үйге жақындай бере ауладағы орындыққа отыра кеттім де, «Уф, қайран жастық шағым-ай» дедім әзілдеп. Қылығым ерсілеу болса керек, Сая күліп жіберді. Сыңғырлаған күлкісін телефонның шырылы бұзды. Тұтқаны көтере бере сұқ саусағын ерніне басып, тыныш деген ишара танытты. Ыңғайсызданған түріне қарап, басында қоңырау шалған адам жігіті деген арам ой қылаң берді. Бірақ «Мама, бәрі дұрыс, кішкентай бала емеспін ғой» деген сөзінен кейін қызғаныштың ызғары сейіліп, көңілім орнына түсті. Кенет қайдан шыққаны белгісіз аяғыма кішкентай бір мысық оратылды. Иесіз мысық екені кір қожалақ болған түрінен анық көрініп тұр. Байқұстың қарны ашқан секілді. Сая екеуміздің үй-күйсіз жүрген жағдайымызды осы бір мысыққа ұқсатып ауыр күрсіндім. Бала кезімнен жан-жануар атаулысын жақсы көргендіктен мұңдасымды тапқандай сипамақ болып, қолымды соза бергенім сол еді. «Тиме, ұстама» деген Саяның саңқ ете қалған дауысы бұл әрекетімді тоқтатты. Дым түсінбей сұраулы жүзбен қарап тұрып қалдым. Ол болса әдемі жүзінен ызғар шашып, «Бұл мысықты бәрібір үйіңе әкете алмайсың ғой. Сол себепті бір сәттік жан ашыған сезім үшін мына тіршілік иесіне зор үміт сыйлап не қажеті бар» деді қатқыл дауыспен. Дәл сол сәтте аулада ойнап жүрген бір топ баланың ішінен бір балақай келіп, әлгі мысықты алып кетті. Күні бойы бала-шағаның ойыншығы болып, түні бойы далада жалғыз қалатын кішкентай үй жануарына жаным ашып, «Менен жылулы қыз деп аяғыма оратылып еді» дедім ауыр ойдың орамынан шыға алмай. Негізі мысық мейірім іздеп келмеді. Сенің үстіңде иісін қалдырып, өз территориясын белгілеп кетті. Мысықтар адамдарға өзінің территориясы ретінде қарайды дейтін деректер бар деп Сая сәл ғана езу тартты. «Тым көп білесің» дедім күліп. «Сенбесең қойшы, рас айтам» деп өз айтқанын дәлелдеуге тырысып бақты. Жылыжайға кірісімен арам ой қылаң беріп, аңдығаным Сая болды. Оның менімен мүлде ісі жоқ. Душқа бір шайынып алып ас дайындауға кірісті. Көз алдымда жүрген сұлуға қай қырынан жақындарымды білмей әуреге түстім. Сырт киімін шешіп тастап, қысқа шорты киіп алғандықтан аппақ сандары еріксіз көз тартады. Жеңіл кеудешеден қос анарда дірілдеп, мен мұндалап тұрғандай. Не де болса реакциясын тексеріп көрмек болып, «Сая, ер адаммен бірге пәтерге келгенге қорықпайсың ба?» деп әңгімені алыстан бастауды жөн көрдім. Бұл сөзді ести сала аяғын басымнан асырып жіберіп, «Мен өзімді қорғай аламын. Тектен-тек таэквондомен 2 жыл бекер айналыспаған шығармын» деп маған сес көрсеткендей болды. Күтпеген қимыл болғандықтан сәл артқа шегініп, ер адамның қолына түссең қиын деп қапсыра құшақтап, ақ төсекке алып ұрдым. Көзбен көз түйістіріп қалдық. Демім жиілеп, енді ерінен сүймек болып едім. Бұл әрекетіме мүлдем мән берместен, дзюдодан спорт шебері екенімді еске салайын деп тыпыршып, әдіс қолданбақ болды. Бірақ мен жібере қоймадым. Қанша қарсыласса да еш нәтиже шығара алмай, жаңа құшақтаған кезде лақтырып жіберуім керек еді. «Аядым ғой сен баланы. Ой, тамақ күйіп кететін болды» деп езуі жиылмай жіберуімді өтінді. Амалсыз орнымнан тұрып кеттім. Сая тұра сала менің қолымнан ұстап жұлқылап қалды. Ойлаған әдісін істеуге мүмкіндік бермей көтеріп алдым. «Ей, жынды, жібер» деп күлді де тағы тамақты сылтауратып жіберуін өтінді. Қылықты қызды жібергім келмей ас үйге көтеріп әкелдім. «Қарулы екенсің.
Бірақ тепсем құлатып тастайтын едім деп Сая сықылықтап күліп, әлі де жеңілгенін мойындағысы жоқ. Сен мықтысың деп дем беріп қойдым. Ас дайын болып дастарханға жайғастық. Саяның басқан палауы дәмді болыпты. Ол жайында өзіне мақтау сөз айтуды да ұмытпадым. Сая тамақ ішіп болысымен қарсыласқаныма қарамай, кір киімдерімді жуып берді. Бұл әрекетінен шынайы бауырмашылықты сезініп, көңілім жайланып қалды. Душқа кіріп шайынып алдым. Үстіме орамал жамылып жатын бөлмеге келгенім сол еді. Тұршы, тұршы деді күліп. Аяқ киімді шешсем сенімен бойым бірдей екен деп, жас бала сияқты жаныма тұра қалып, бой өлшестірді. Өзім тапал болғандықтан бой туралы тақырып мүлде ұнамайтын. Бұл қылығын жақтырмай, ой, ұзынсыңдар барлықтарыңменен. Осы адамдар менің бойыммен алыспаса бас ауырама деп ызаланып зілді дауыспен жауап бердім. Бәленің бәрі тапал адамдардан шығады деп қарқылдап күлді де, ренжіме, бәрі қалжың ғой. Сен жалпы бойым тапал дегенді қайдан шығардың? Тапал түгі де жоқ. Орташа бой ғой деп иығымнан қақты. Мені ренжіп қалды деп ойласа керек. Бәленің бәрі бізден шықпай ендігімнен шығады дедім еріксіз езу тартып. Психологияда Наполеон комплексі деген болады. Жастайымыздан мазақ қылып, кемсіте бергендіктен ерегескенде биікке ұмтыламыз. Қай жағынан болмасын бәрінен биік болуға тырысамыз дедім. Қойш, өзіңді мүсәпір санамай. Киім сыртынан байқалмағанымен денеңнің формасы күшті ғой, деді күлімдеп. Сенің денеңе қарап, мені мазақ қылды дегеніңе сене алар емеспін. Мен сияқты ерке қыздар болмаса деп, нәзік қолдарымен иығымнан мыжып-мыжып қойды. Ол қазір ғой, қорқақты ұра берсе батыр болады демекші, қоғамда өзімді мойындату үшін көп тер төгіп шынығуыма тура келді. Тірі болсам әлі де мойындатамын дедім. Кімге? Таныстарыңа ма? Кім екеніңді мойындатқанда олардың сенімен мүлдесі болмаса ше? Әлде таныстарыңның сені ойлағаннан басқа жұмысы жоқ па деп Сая сұрақ артынан сұрақ қойды. Кек қайтару, бәсекелестік деген болады деп ішкі сырымнан хабардар еттім. Ол болса шек сілесі қатқанша күліп, осы кек қайтару десе бір анекдот есіме түсіп күле беремін, айтып берейінші деп өтініп, күлкісін тыя алмады. Менің жауабымды күтпестен, бір күні құмырсқа теледидар көріп отырса, байқамай алдына піл келіп отырып алыпты. Бұған құмырсқа іштей кек сақтап қалған ғой. Орайы келгенде кек қайтаруды ойлап, піл теледидар көріп отырғанда алдына отыра қалып, саған осылай істесе жақсы ма депті, деп тағы күлді. Екеуміз бейне бір мас адамдай бір-бірімізге қайта-қайта қол беріп, көзімізден жас аққанша күлдік. Бұл әзілді қандай оймен айтқанын анық білмесем де, маған қарата айтылғандай болды. Тез арада салмақты кейіп танытып, бәсекелестік туралы анекдот білмейсің бе дедім мысқылдап. Жоқ, жоға, бірақ әжем айтып отыратын бір аңызды білем деп күлкісін тыйып былай деді. Баяғыда бір данышпан кішкентай тастан асып өте алмай жатқан құмырсқаны көреді. Құмырсқа ұзақ уақыт қиналып, әзер дегенде өтеді. Бағанадан бақылап отырған данышпан, бұл құмырсқа ұлы дейді. Жанында отырған шәкірті ұлы деген құмырсқаңыздың ұлылығы кішкентай тастан әзер өтуге жетті ғой деп мырс ете қалады. Данышпан, бұл құмырсқа өз әлемінде ұлы дейді. Әжем марқұм ешкіммен бақталаспай, өз әлемдеріңде ұлы болыңдар деп айтып отырушы еді. Қайдам, әжем айтқандай, өз әлемімде ұлы болмай, қайда жүрсемде өзіме бақталас тауып алам деп мұңайып қалды. Әжеңіз ақылды кісі болған екен, сонда сіз де бақталасасыз ба деп Саяның ақ жарқын мінезіне қарап, дұшпаны жоқтай көрінген таң қалысымды жасырмадым. Бақталастық қызғаныштан туындайды ғой, әйел адам болғасын ішімде қызғаныш жоқ емес. Әсіресе өзіңнен кем жүрген қыздар жақсы жерге тұрмысқа шығып жатқанын көргенімде ішім ашып кетеді де, құдды бір олар өмір бойы менен кем жүруге міндетті сияқты. Күйіп кетем ғой, күйіп деп санын ұрғалап езуі жиылмады. Саяның әрекеті маған қызық көрініп, қосылып мен де күлдім. Әй қыз, күлкіміз көбейіп кетті. Ертеңгі күнді де ойлайық деп ұйықтайық дегенде ишара таныттым. Саяны не жын білмеймін, күлкісін тияр емес. Пәтерде бірақ төсек болғандықтан бірге жатуымызға тура келді. Ол аз болғандай бір көрпе жамылдық. Жанымда жатқан арудың демін сезген сайын
Менің де демім жиілеп құшағыма қыстым. Ол қарсылық көрсетпей құшағыма тығыла түсіп, Мерей, Мерей, кез келген нәрсенің дәмін көрген соң қызығы болмай қалады, деді ентігіп. Кейін деп артық қимыл істеуіме мүмкіндік бермей, тек ернімнен сүйе берді. Таңға сырласып ол да мен де бір-бірімізден еш құпия жасырмадық. Жұмысымның жоқтығынан хабардар болып, қазіргі қиындықтардан өтіп кеткенше қандай жұмыс болмасын істей беруіме кеңес берді. Таңертең мен ұйқымнан тұрғанша Сая таңғы ас дайындап қойыпты. Ерінбей дүкенге барып келсе керек. Дастархан кешегідей жұтаң емес, жайнап тұр. Ыстық шайдан ұрттап, жайбарақат әр дәмдіге қол созып отырғанмын. Қызды күтуді білмейсің, иә? Шағып бер тез, деп Сая басын иығыма қойып, қолыма грек жаңғағын ұстата салды. Екі жаңғақты алақанымен қысып шағып бердім де, таңғы позитив, жаңғақты көріп есіме түсіп кетті күліп. Бір күні Қожанасыр жаңғақ ағашын көлеңкелеп жатып, неге жаңғақтың діңгегі жуан, жемісі кішкентай, асқабақтың діңгегі жіп-жіңішке, жемісі үлкен деп ойланып ұйықтап кетеді. Сол мезетте бір жаңғақ үзіліп басына түседі. Қожекең ұйқысынан оянып, себебін енді түсіндім деген екен, дедім. Сая сәл жымиып, мағынасы бар әзіл екен, жаңғақ ағашының жемісі асқабақтай болса, Қожанасырдың басын жарар еді. Өмірде көп дүниенің себебін басқаша ойлап бас қатыратын сияқтымыз. Бәрі бабында, деп иығымнан басып алып еркелеп маған қарады. Тәуліктік пәтерді өткізіп, Сая жұмыс іздеуге, мен Ерланға кеттім. Кешке хабарласатын болып уәделестік. Саяның әлде таныстарының сені ойлағаннан басқа жұмысы жоқ па деген сөзі көңілге арқау болып, бұрынғыдай құрылыс істеуге арланбай, Ерланның жанына жұмысқа шығуды жөн көрдім. Сол күні Сая да мейрамханаға даяшы болып жұмысқа орналасты. Бара сала жұмысындағы бір қызбен бірігіп пәтерге шықты. Қалтамда ақшам болмағандықтан, көңіл қаламаса да уақытша Ерланның үйін паналай тұруыма тура келді. Күнде болмаса да 2 күнде бір кездесіп тұрамыз. Арада 2 ай өтісімен жұмысқа даяшы болып кірген Саяның лауазымы директорға дейін көтерілді. Болашақ ғалымдығымның лауазымы менен жоғарылап кеткені жігіттік намысыма тиіп, бұл жағдай мені қатты қуанта қоймады. Себебі Саямен кездескелі бері жеткен жетістігім өз алдыма бөлек пәтерге шығуым болатын. Маған қарағанда табысы көп болғандықтан, әр кездесудің шығынын ол төлейді. Ер жігіт үшін қыздың қолына қарағаннан асқан қасірет жоқ. Оның үстіне Сая бұрынғыдай емес, үйлену туралы жиі айтады. Тіпті қанша баламыз болатын жоспарлап, аттарын қалай қоятымызға дейін талқылайды. Үйлену туралы сөз қозғалса, мен өмірден түңіліп кетем. Той шығыны, болашақтағы отбасы тауқыметін ойлаған сайын, еркектің жақсысы күн сайын жұмыста болады. Біздің үйдің еркегі бір күн жұмысқа барса, 2 күн ауырады. Еркек болып менің тапқанымның жартысында таппайды ағаң, деп долданып отыратын жеңгемнің бейнесі көз алдыма елестейді. Сондай-ақ соңғы уақытта Саяның да болмысы долы жеңгеме ұқсап бара жатқан сияқты. Ұсақ түйектердің бәрін есепке алатын болған. Бүгін мен киноға билет алдым ғой, сен ертең ипподромға алып баршы деген сөздерді жиі айтады. Оның өтінішін орындау үшін мен байғұс әркімнен қарыз сұрап шалынып жүргенім. Сол себепті әртүрлі сылтау айтып кездесуден қашатын болдым. Тіпті жылт еткен сезімнің соңынан еріп, ғашық болып қалғаныма өкіне бастадым. Саяны да, өзімді де әурелемей, себеп тауып ұрсып қалғым келеді. Бірақ қылықты қызды көңілім қияр емес. Бастапқыда ақшамның жоқтығын айтуға ұялсам, кейіннен ашық айтатын болдым. Ол болса, сенде үнемі ақша жоқ, менде бар ғой, келсеңші кісі болмай. Ешкім сенен ақша сұрап жатқан жоқ, деп алғашқы айтып қалған ауыр сөзін жылы лебізімен жуып-шайып дегеніме қоймай шақырып алатын. Сол кездесудің бірінде саябақта әңгімелесіп отырмыз. Мерей, келесі апта Алматыға мамам келеді. Сені таныстырамын. Қазірден бастап болашақ күйеу баласына көз үйрене берсін, деп менің түсіме кірмеген сөзді айтып қалды. Не дейсің? Осы мен үшін шешім қабылдағанды қашан қоясың? Мен келесі апта Алматыда болмаймын. Жұмыстармен Өскемен, жоқ Астанаға кетем, деп кездесуден қашып, табан асты өтірік айттым.
Маған неге айтпағансың? Қашан келесің? Саған есеп беруге міндетті емес шығармын. Нақты кететін кезде айтатын едім ғой. Бопты, жарайды. Астанадан қашан келесің? 2 аптадан кейін келем. Мамаңмен кездесудің сәті түспейін деп тұр, ренжіме. Онда мамам 2 аптадан кейін келеді. Сонда мамаңды менімен таныстыру үшін шақырайын деп тұрсың ба, деп түрім бозарып кетті. Иә, енді не үшін, деп басын иығыма қойды. Кездесуден қашатын сылтау таппай, үнсіз келісімімді бердім. Арада біраз уақыт өткеннен кейін, тамақ ішпеген шығарсың, жүр, кешкі ас ішіп алайық деп Сая қолымнан сүйрелеп, орнымнан тұрғызбақ болды. Ақша жоқ, ерікті іш, дедім зілді дауыспен. Бұлай деуімнің негізгі себебі уақытша болса да ұрсып, мамасымен кездесуді кейінге шегеру болатын. Менде бар ғой, жүр, тым болмаса дөнер алайық. Қойш, ертең дөнер алып бергенім деп 40 жыл бойы айтасың, білем ғой сені. Қумаш, қашан айттым? Өткен жолы такси төлегеніңді, киноға билет алғаныңды әлі айтасың ғой, міндет қып. Қалжыңдап айтамын ғой, бәсе, неменеге шытынап отыр десем. Әр қалжыңда бір шындық бар. Жүрші, мыжымай дөнер алайық, деп бұйыра сөйледі. Неге екенін білмеймін, Сая сәл ашуланса, мысым басылып, қалай елпеңдеп кететінді өзім де түсінбей қалам. Амалсыз айтқанына көніп, соңынан ердім. Көп ұзамай дөнер дүңгіршегіне де жеттік. Бір дөнерді айранмен алып қолымызға ұстағанымыз сол еді. Бауырым, қалдырш, 3 күннен бері тамақ ішпеп едім, деп үсті басы кір-кір, арақтың иісі мүңкіген 30-дан асқан бір жігіт қарап тұр. Басын дәкемен таңып алыпты. Қолдары, бет-аузы жара-жара, түрі адам көргісіз. Не істерімді білмей қалдым. Тістелген фастфудты қаңғыбасқа ұсына беріп, қолымды қайта тартып алып, сенде ақша бар ғой, бір дөнер алып бере салшы, обал ғой, деп Саяға қарадым. Сені жарылқағанымыздай, маған енді қайдағы бір қаңғыбасты тамақтандыру қалыпты ма? Мен үшін ішпей жүрмекен, ішсе кім ғой депті. Кетіңіз мазан алмай. Араққа ақшаларың бар, тамаққа жоқ, деп қаңғыбасқа айғайлап тастады. Мен саған ал дедім бе? Біліп едім міндет қылатыныңды, деп тістелген дөнерді айранымен ашыққан жанға ұстата салдым. Не болды сонша? Мен міндет қылып тұрған жоқпын. Қайдағы біреу үшін өліп қала жаздадың ғой. Бауырың болса бір жөн. Адам сияқты тамақ ішпедім деп айтып тұр ғой. Алып бере салсаң нең кетеді? Қаңғыбас бауырыңның жанында қалш, деп қолындағы дөнермен айранды қоқыс жәшігіне тастай салды да кете барды. Сая, не болды саған, тоқта. Топас, деп артына қарамастан ортаңғы саусағын шошайтты. Осы уақыт аралығында қаңғыбас мен берген дөнерді тауысып, тоймай қалса керек, қоқыс жәшігінде жатқан фастфудты алуға ыңғайланып жатыр екен. Менің көз жазбай тұрғанымды байқап бірден жаныма келді де, рахмет бауырым, қызыңмен мен үшін ұрсып қалғаныңа ыңғайсызданып тұрмын, деді. Ештеңе етпес, түріңе қарасам көпті көрген жігіт сияқтысың, деп қаңғыбасты мысқылдап сөзбен қағытып алдым. Інім, әңгіме жоқ, әдемі қыз, бірақ ол сен сияқты түсінігі мол жігітке қатын болмайды, деп дөнерден бір тістеді. Көпті көрген деген сөзім әсер етті ме, бейшара өзінің пікірін еркін білдірді. Шешем қайтыс болып кеткен, әкем 2-ші әйел алған, сол қатын үйге сыйғызбай қойды. Соған ашуланып ауылды тастап, Алматыда қаңғып жүрмін деп сұрамасам да, өгей шешесін тілдей бастады. Әбіржіген түріне қарап, жасың қаншада, дедім. 33, жоқ 34-демін. Сол қатынның кесірінен үйленбедім ғой. Мені сыйғызбай жатқанда, алған әйелімде сыйғызбас, деп тағы да бар кінәні көз көрмеген өгей шешесіне жапты. Бөлек тұруға болмай ма? Мен не үшін бөлек тұрады екем? Үйдің кенжесімін. Әкемнің үйі маған қалу керек. Ана қатын сол үйге жармасып жүр. Соны шалғайтсақ түсінбейді. Оның үстіне бөлек тұратындай менде жағдай жоқ. Маған кім көмектеседі? Дос та, бауыр да қарайласайын демейді. Бәрі алғанға шебер, деп аянышты көзбен бір қарап дөнерді тауысты. Ар қарай сөйлескім келмей кетуге ыңғайланып едім. Бауырым, алтыным, түсінші, басым ауырып тұр. Не, сәл жетпей тұр еді, деп қалтасындағы тиындарын сылдырлатып алып шықты. Сая айтқандай ақ, расымен араққа ақшасы бар екен. Сен түсін мені, менің осылай жүргеніме сол сұрқия қатын кінәлі. Әкем де баласының қаңғып жүргенін естіп,
Ол албастыға кет дейтін шығар. Бәрібір үй маған қалады. Олар заңды түрде тіркелмеген деп сөзін аяқтады. Бопты, жарайды дедім де ары қарай сөзін тыңдағым келмей, саябаққа қарай беттедім. Саяны кетіп қалған шығар десем, қаз қатар тізілген көп орындықтардың бірінде отыр екен. Үнсіз бардым да жанына жайғасып, ренжімеш, кешір, бірақ сенікі де дұрыс болмады деп ағаттық тек менен емес, одан да бар екенін ескерттім. Ренжітіп алып кешірім сұрамай-ақ қойшы, деді еркелей қолымнан ұстап. Қол ұстасқан күйі орнымыздан тұрып, үнсіз Саяның үйіне қарай бет алдық. Шамалы жер жүріп жолға шыққасын Сая такси тоқтатпақ болды. Қойш, жаяу-ақ шығарып салам деп қарсы болдым. Маған бәрібір жүре берем, сен шаршамасаң болды деді де, әдеттегідей әзілдеп, нәзік қолымен иығымнан жұдырықпен бір түйіп қалды. Көңіл күйім болмай тұрғандықтан бұл қылығын елеусіз қалдырдым. Ол да мен де бір-бірімізге үн қатпастан біраз жер жүріп тастадық. Біздің қабағымызға қарай ма кім білсін, күн тұтылып, жаңбыр тамшылады. Такси ұстаймыз ба деп Сая маған қарады. Қажеті жоқ, жүре берейікші дедім. Жаңбыр құя бастады. Қарсылық білдіргеніне қарамай жол серігіме үстімдегі күртемді шешіп бердім. Ол екеуміз де су болмайық деп күртені басына жамылып, маған жақын жүруге тырысты. 1 сағатқа жуық жол жүріп, малмандай су болып, Саяның үйіне де жеттік. Жаңбыр бастапқыдай емес, Сая бырсыған. Сая қолымды қатты қысып, сенің жүрегің жұмсақ, бірақ маған келгенде, саған келгенде не бопты деп көзіме ұзақ қарап тұрып қалған қыздың ерінен сүйдім. Шыныңды айтшы, сен мені сүймейсің ғой, иә, деп көзіме тік қарады. Көзі өңменімнен өтіп барады. Мен не дерімді білмей, үнсіз тұрып қалдым. Жүрегімнің не деп жауап беретінін өзі де білетін сияқты. Сая, түсінесің бе? Бәрін түсінемін, бәрін түсінемін, бәрін деп көзі жасаурап бетімнен шапалақпен тартып жіберді де подъезіне кіріп кетті. Малмандай су болып, қақиған қалпы орнымда үнсіз тұрып қалдым. Мен білетін Сая сүймейтінімді емес, менің әлі үлкен өмірге дайын емес екенімді түсінді. Сол күйі Сая да мен де хабарласпадық. 1 бөлімнің соңы.